марафондарымда да айтамын мен халыққа, сіздер дейм, салмақты ойламаңыздар дейм. Сіздер денсаулықты ойлаңыздар. Артық салмақ демек, ол денсаулықтың уже нашарлағанын белгісі. Сол себепті мен ойымның бәрі сіз сұраған кезде денсаулыққа кетіп қалады. Мен біреу 50 килограмм тастадым десе, мен молодец деп қызықпаймын. Біреу айтса маған, мен давлениеде учетта тұрдым, мен давлением тұрақталды, дәріні ішуді қойдым десе, мен молодец деймін. Разницаны көрдіңіз ба? Ал 50-80 килограмм тастағандар өте көп марафонда. Енді 80 келіге дейін тастаған адамдар бар екен кейсіңізде сіздің, Мұндай нәтижеге жету үшін сіздің 2 күндік марафоныңызға қатысу керек. 2 күн бола ма сонда? Жоқ, 30 күн. 30 күн. Неге 48 сағатта арықтау деген? Не үшін? 48 саулықты арықтау методикасы. Жоқ, 48 сағатта арықтаймын деген жан. Бұны арықтар да ұстаса болады. Денсаулық үшін. Денсаулық үшін, әрине. Бұл бір организмдегі рестарт. Бұл жаңару. Яғни, бұл табиғат таза, жаңа айтып өткенімде, су ішеді 48 сағат, организмді тазартатын бұл су. Организм и так өз тазарып отырады. Бірақ ағзаның тазаруына қолайлы ықпал келтіру керек. Егер де сіз сол ықпалды келтірсеңіз, ағза жақсы тазарады. Ал біз не істейміз? Сол зиянды тағамдарды күніге тұтынғаннан кейін ағза үлгермейді. Соның салдарынан проблема пайда болады. Методика келетін болса, 48 сағат су, жеміс көкөністер, оның ішінде жемістерден тек алма, алмұрт. Бұл менің автор ретінде айтатыным, алма, алмұрт. Басқа тағам тұтынбайды. Жоқ, көкөністер бар тағы. Көкөністер бар, қияр, қызанақ, асқабақ деген сияқты. Гүлді, қырыққабат деген сияқты көп ол жерде тізімде. Ұнаған көкөністері жатар орынға айран ішеді. Айран, яғни біздің асқазан мен ішек жолдарын тазалайтын номер 1 продукт. Бұл микрофлораны жақсартып, метаболизмнің қалпына келуіне көмектеседі. Яғни бұны білу үшін врач болу міндеттелмейді. Бұл мен ұсынған нәрсенің бәрі методикада табиғи өнімдер. Әрине көбісі врачтар алдыңғы этаптарда кішкене қарсы болды, бірақ қазір менің марафондарымда врачтар көп. Эндокринологтар былайша айтсам шок десем болады бұл методиканың нәтижесінен. Себебі бұл методиканы уже бір нәрсе айту мүмкін емес. Өйткені халық өз бойларында сезініп қойған. Мен сізге бұның денсаулыққа берген пайдасын айтатын болсам, қазір мына жерде 2 сағат отырамыз. Сол себепті үшінші күні тамақтанатын методикада полноценный ақуыз, минералдар, витаминдер толыққанды, зиянсыз тағамдар, бірақ қуырылмаған, қамырсыз, басқа тағамдар. Осы 3 күнді марафонда 10 рет қайталайды. Марафон жоспарына сәйкес покой кезеңі бар, қадам қосатын кезеңі бар. Негізгі жаттығуларды уже ағза толыққанды көтере алатындай нагрузканы сондай кезеңдер бар. Яғни өзінің марафонымыздың жоспарымыз бар. Әртүрлі. Біз емізулі аналармен жұмыс жасаймыз даже. Емізулі аналармен жұмыс жасаймыз, оның методикасы арнайы бар. Мүлдем бөлек. Емізулі аналармен жұмыс жасамасақ та болатын еді. Тағы да сол баяғы супермен оянып, şimdi емізулі аналар көмек сұрағаннан кейін ол кісілермен де жұмыс жасау, осындай шешімін қабылдадық. Яғни кез келген адамға көмектескіміз келеді әрине, бірақ ол адам бірінші өзінің тамақтану тәсіліне өңілсінші деген келеді. Денсаулығында бір нәрсе пайда болды ма, дереу тамақтануға қарау керек. Яғни менің апам айтпақшы, үлкен кісі марқұм, ішің ауырса аузыңды тый, олжас дейтін. Яғни бұл қазіргі таңда өте үлкен кеңес. Бір жерің ауырды ма, аузыңды тый да не жеп жүргеніңе мұқият болды. Соны реттедің ба, қалғанын бәрі реттеледі. Осыны мен жеткізгім келеді халыққа. Түсінікті. Дұрыс айтады, әжеңіз өте жақсы сөз айтыпты. Рас, асқазаның ауырса, аузыңды тый дейді, тісің ауырса, жаңағы тіс дәрігеріне бар дейді, жаның ауырса, психологқа бар дейді. Ал арықтағыларыңыз келсе, Олжас Иманалиге барыңыз деп айтқым келеді, құрметті достар. Мінекей, сізді Инстаграмда табу өте оңай деп ойлаймын. Инстаграмдағы парақшасы мінекей төменде титрда көрсетілген. Егерде артық салмақпен қаншама жылдар бері күресіп келе жатсаңыз, Олжас сізге көмектесетініне кәміл сенімдіміз. Ең басы арықтау емес, ең басы біз жанымызды, ойымызды, бойымызды артық
ойдан арылу деп қабылдайықшы, иә. Артық ойлардан қабылдасақ, өзімізді қабылдай білсек ең алдымен, иә. Содан кейін Олжаспен жұмыс жасау әлдеқайда оңайырақ деп ойлаймын. Бірақ мүлдем ондай әңгіме, мүлдем ондай миыңызбен, өзіңіздің ақыл ойыңызбен, сіздің жаңағы методикаңыз мүлдем сәйкес келмесе, әлбетте кәсіби маманға жүгіну де артық болмайды, иә. Соның барлығын этаппен Олжас өзі айтып береді. Ешқайда барудың қажеті жоқ. Әзірге онлайн марафон өтіп жатыр, иә. Өзіңіздің бір неңіз бар, иә. Инстаграмда өте ма, WhatsAppта өте ма. Жалпы толық ақпарат білгілеріңіз келсе, құрметті достар, Олжас Иманалидің парақшасына тікелей кіре беруіңізге болады. Енді қараңыз, дәрігер емессіз, дегенмен халықпен жұмыс істеп келесіз. Сіз үшін ол қаншалықты бір үлкен жауапкершілік деп ойлайсыз? Өте үлкен жауапкершілік. Халықпен жұмыс жасау, соны түсіне отыра мойнымыздағы сондай жауапкершілікті халықпен тікелей байланыста отыратын да осы себепті. Және де марафонымыз қадағалағанда тікелей байланыста отырам. Мен әскери болғаннан кейін менде қадағалау жоқ. Айтам, денсаулық керек па? Ұстану керек. Міне мен сізге айттым, ақылымды, кеңесімді, күнделікті мен айтып отырамын, айтатын демеуімді, қолдауымды беріп отырамын. Бірақ маған кез келген уақыт жасса жауап алады. Яғни тікелей байланыста. Тікелей мен өзім жауап берем. 40 мың адаммен тікелей өзім жұмыс жасадым. Сол себепті осы жауапкершілікті сезінгеннен кейін біреуге тапсыра алмаймын. Және де әрдайым айтам, денсаулығында проблемасы барлар болса, дереу марафонға қатысқандары дұрыс. Себебі марафонымызда өзіміздің білікті маман дәрігеріміз де бар. Үлкен командамыз. Жалпы қаншама жандармен жұмыс жасағаннан кейін 1 жылдан астам жүргізіп келе жатырмын. Постоянно марафондарымыз апта сайын ашылады. Өтініш білдірген саны өте көп. Өте көп па? Өте көп. Әлеуметтік желіде де, нелерде, видеоларының астарында комментарийларды халық оқиды. Бір-бірінен көреді, қалай өзгеріп атқандарын, сөйтіп сұрап келіп жатады. Енді біздің халықтың өзінің жалпы тамақтану мәдениеті өкінішке орай ауыр десек те болады, иә. Енді тамақтану мәдениетін өзгерту үшін не істеуге болады? Әр адамның өзінен деп ойлайсыз ба? Әрине өзінен. Сізде мысалға ет жейсіз. Ет жақсы көремін мен. Етсіз болмайды, ет жеу керек. Бірақ мөлшермен. Мөлшермен. Мәселе етте емес, мәселе зиянды тағам түрлері құртып жатыр біздің қоғамның денсаулығын. Мен қаншама жанмен жұмыс жасай келе, мен қоғамның денсаулығы халқымыздың нашарлап бара жатқанын көрдім. Егер де статистика жасайтын болсақ, статистиканы оқуға мен мысалы көзіме жас келер еді. Өткені бәрінде қан қысымы проблема, қазір қант диабеті проблема, сосын барып гормондар, оның салдарынан ішкі ағзалардың жұмысының бұзылуы, тері аурулары өте көп, айта берсең. Яғни зиянды тамақты біз әдетке айналдырып жібереміз. Ең жаман жеріміз сол, мысалы. Зиянды тамақтардың бәрі дәмді ғой. Соны постоянно қолдану міне жақсылыққа келмейді. Анда-санда бір еш нәрсе зиян емес. Ағза омен, былайша айтқан кезде күші жетеді ағзаның күресуге омен. Ал біз күніге ағзаны сондай нәрсемен улай берген кезде ағза уже шамасы келмейді. Дабыл қағады. Кейбір адамдар бар ғой, енді марафоныңызға қатысатындай мүмкіндік бола бермейді. Оларға бір қарапайым үйде қолданылатын тәсілдермен бөлісесіз бе, лайфхактармен? Ең алдымен бірінші қадам. Бірінші қадам су ішуді әдетке айналдыру керек. Болды, судан бастау керек. Салмағына қарай ма, әлде? Жоқ, 2,5 литр нормасы. Норма, иә, барлық адамдарға. Барлық адамдарға. Енді судың түріне кезек берейік. Осы сұрақты халық өте көп қояды. Оның ішінде не істейміз? Қайнатамыз да, қайнамай қараңыздар. Мен өмір бақи балалық кезден, егер де менің жасымдағылар білет, ол кезде таза су деген өте тапшылық. Біз суды қайнатып банкаға құйып ішетінбіз. Бала кезімізде мен қайнаған су ішіп өскен адамын, мені отырым алдарыңызда. Зіңгіттей болып, мысалы, ешқандай да проблемам жоқ, Құдайға мыңда бір шүкір. Яғни қайнаған су болсын, басқа су болсын, су ең басты таза болу керек. Егер де сіздер краннан аққан суларыңызға сенімсіз болсаңыздар, қайнатыңыздар да суытып іше беріңіздер. Біреулер айтып жатады, жаңа өлген су, басқа су. Жоқ. Біз нені өлтірмей жеп жатырмыз, бәрін өлтіріп жеп жатырмыз. Жеміс көкөністі де жұлып жеген кезде
ол да өлі зат. Жануарды да сойып жатыр. Жануарды да, иә, сол себепті қатты бастарын халық ауыртқанын қаламаймын. Және бір кісілер халықтың әлеуметтік желілерде де көп ондай кісілер, мысалы біз арықтататын дәрілер, міне осы мәселемен күресу керек. Бұл мәселе өте қоғамға зиян. Және қаншама бұған әйел кісілер көп жүгінеді. Қыз келіншектер қаншама денсаулықтарын құртып алып жатыр. Қараңыздар, денсаулық сіздерге бір-ақ рет беріледі. Ауырып қалсаң бәрібір қаншама ақшаны да табасың ғой сол емделу үшін. Айтыңызшы, біздің қазақ халқы ғана денсаулығын аямай өмірінің соңына дейін өліп жұмыс істейді да, соңында міне өмір сүріп бастайдым деген кезде сол денсаулықпен күресіп, бүкіл ақшасын тапқан ақшасын құртады, өкінішке қарай. Сонымен судан бастадық, ары қарай тағы да немен? Суға үйренесіздер. Жеміс көкөністі сіздер тек қана мейрамда, бір қонақ шақырғанда емес, күнделікті әдетке айналдырыңыздар. Соның ішінде? Күнделікті, тағаммен бірге көкөністер, қияр, помидор, нелеріңіз, қызанақтарыңыз тұрсын. Күнделікті осыны әдет қылыңыздар. Егер де методикаға тез үйрене алмай жатсаңыздар, әрине методиканы дереу бастап кетсеңіздер, нұр үстіне нұр. Әрдайым айтамын, бұны өз бойына өткізген адам 3 әріппен айтқан кезде шок болады. Кейбір адамдар айтады ғой, таңғы ас міндетті дейді, таңғы ас тәңірден деп айтып жатады. Таңғы ас кейбір адамдар керек емес, керісінше бірақ таңғы ас. Мен 3 мезгіл тамаққа келетін болсақ, егер де сіз арықтағыңыз келсе, 3 мезгіл тамақ жей алмайсыз. Егер де сіз салмақты бір орында ұстап қалғыңыз келсе, 3 мезгіл салмақ болады. Қай кезде? Егер де сіздің жұмысыңыз, қимыл қозғалысыңыз көп болса, ауыр болса, 3 мезгіл. Ал егер де сіздің қимыл қозғалысыңыз жоқ, бір орында отыратын жұмыс болатын болса, немесе үйде болсаңыз, 3 мезгіл сізге артық салмақ жинауға көмектеседі. Және де 2 мезгіл тамақтану керек. Тамақтанулардың арасы 5 сағаттан кем болмау керек. Егер осыны ережені сақтайтын болсаңыздар, артық салмақ қоспайсыздар. Үй несінде артық салмақтан арылам десеңіздер, ол просто тамақты азайтып қойып артық салмақтан арылу өте қиын. Үлкен салмақтағыларға. Мен сосын физ нагрузкаға қарсымын. Үлкен салмақтағылардың секіріп, жүгіріп, бір орында тұрып секіргені, бұл проблеманың үстіне проблемаға келіп алуларыңыз мүмкін. Мен врач емес шығармын, бірақ арықтау үшін адамға не керек екенін мен точно білем. Сол себепті ары қарай өзінен жеке сұрай жатарсыздар. Дұрыс па? Марафондарға тіркелсеңіздер, егжей-тегжейлі. Марафонға тіркелу өте оңай деп ойлаймын. Олжас Иманалидің инстаграмын табыңыздар да, дереу бүгіннен бастап өзіңізді өзгертіңіздер, құрметті достар. Өзгеріс өзіңізден басталады. Тіпті Олжастан емес, бірінші қадам кез келген адамның өзінен басталады дейсің деп айтуға да болады. Деніңіз сау болсын. Рахмет Олжас мырза келгеніңізге. Деніңіз сау болсын. Сізде ауырмаңыз, қаншама халыққа көмектесіп жүргеніңізге мыңда бір алғыс. Сізде де сіздің де клиенттер деп айтама, не дейді? Пациенттер деп айтасыз ба? Не деп айтасыз? Мен қатысушылар, ханымдар мен мырзаларым деймін. Ханымдар мен мырзалар сізге ризашылығын білдіріп жүре берсін. Енді Құдай қаласа сізді үлкен офлайн марафондарда көргіміз келеді. Сол марафон қатысушылардың ішінде мен де көріп қаларсыз. Сәлеміңізде болсын сол кезде. Осымен тамам, құрметті көрермендер. Музон арнасына персона бағдарламасында болған 48 сағатта салмақ тастау әдісінің авторы Олжас Иманали. Сау саламатта болыңыздар. Аман, бай, қуатты болайық.